Алтын бұршақтар. Ертеде бір жесір әйел болыпты. Жесір әйелдің Мунсик деген 12 жасар баласы бар екен. Әйел таң сәріден тұрып күн батқанға дейін байдың егіндік таласында жұмыс істейді. Бай сараң екен. Ал жесір әйелдің тапқаны тамағына жетпейтін кедей болады. Мунсик шешесіне қалай көмектесуді білмейді. Жесір әйел күн санап жүдеп, бойынан әл кете бастайды. Шешем мені асырамаса, мұндай ашықпас еді деп ойлайды Мунсик. Сөйтіп қалаға барып, өзін құлдыққа сатуды ұйғарады. Бір күні шешесі жұмысқа кеткенде, Мунсик күртесін киіп, орамалдың ұшына аз ғана тары түйіп алып, қалаға жүріп кетеді. Ол орман ішіндегі жалғыз аяқ жолмен ит тұмсығы өтпейтін қалың ағаштардың ішімен келе жатады. Бір кішкентай ашық алаңға шыға келсе, алдында жап-жас бұғы қозғалмай тұрады. Жақындап қараса, бұғы аяғы ауырып, жерге баса алмай тұрғандай алдыңғы аяғын көтереді. Мунсик түсіне қояды. Бір кішкене бұтаның сынығы екі бақайның арасына тереңге бойлап кіріп кетіп, ауыртып тұр екен. Мунсик тізерлеп отырады да, бұғының аяғындағы бұта сынығын тісімен суырып алады. Бұғы қуанғанынан басын жоғары көтеріп, үлкен мүйіздерін бір шайқап жіберіп, орманға қарай жүгіріп кетеді. Анда-санда бұрылып артына бір қарап қояды. Ал Мунсик бұғыдан қалмай ізімен жүре береді. Кеш болады. Бір кезде бұғы бір секіріп көзден ғайып болады. Мунсик қорқып кетеді. Ол бұғы жоқ боп кеткен қалың өсімдікке жақындап келгенде, отша жанып тұрған гүлді көреді. Бұл жиын-шиын екен. Бала тамырды қазып алып үйіне келеді. Шипа өсімдіктің бір кесе тұнған суын анасына бергенде, бетіне қан жүгіріп қоя береді. Бір күні таң алдында Мунсик есікті түрткен дыбысты естиді. Ашып қарап, алдында тұрған жас бұғыны көреді. Міне ол деп Мунсик бұғыны құшақтап сүйе бастайды. Шешесі де бұғыға жабыса кетеді. Өзімен баласына істеген жақсылығы үшін қандай алғыс айтарын білмей дал болады. Сол кезде таудың ар жағынан ыстық күннің сәулесі көрініп, бұғы бірнеше рет секіріп жоқ болады. Мунсик пен шешесі бұғыны қимай үйлеріне кірсе, үстелдің үстінде 5 бұршақ жатады. Мунсиктің бұршақтарға қолын тигізуі мұң екен, бұршақтар алтынға айналады. Енді Мунсик пен шешесі өте жақсы тұратын болады. Бұғы да жыл сайын келіп, әр келіп кеткен сайын әлгі үстелдің үстінен 5 бұршақ қалдырып кетеді. Оған Мунсиктің қолы тисе болды, сол мезетте алтынға айналады.